Оның соңында сұрай жатармыз, қазір уақытымыз қалса. Назия Орынбековна, рахмет сізге. Назия Қайырлы күн Орынбековна. әріптес. Естіліп тұр ма? естіліп Қайырлы тұр. күн әріптес. Жақсы. Қайырлы күн әріптестер. Алматы қаласы 4-ші арнайы мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Жолмағанбетова Назия Орынбекқызы. Тақырыбы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың қазақ тілін меңгеру деңгейін арттыру арқылы олардың функционалдық сауаттылығын дамыту және күнделікті өмірде тілді тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Енді бағдарламаның өзектілігі білім берудің жаңартылған мазмұнына сәйкес оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, заманауи қоғамның талаптарына жауап беретін негізгі міндеттердің бірі. Қазақ тілін тереңірек меңгеру оқушылардың жеке тұлғалық дамуына, мәдени рухани құндылықтарды сақтауына және жаһандық бәсекеге қабілетті болуына ықпал етеді. Курс бойынша мұғалімнің міндеті оқушыларға мәтіндік мәселелерді ашуға көмектесу, оларды көркем мәтінде шешу жолдарын табу, шығарманы талдауға, оның құрамдас бөліктерінің алуан түрлігінде оның бірлігін түсінуге үйрету, пайымдауға үйрету, өз ойларын дәйекті түрде тұжырымдау, демонстрациялық сөйлеу, ауызша және жазбаша түрде сауатты болуға талпындыру. Эвристикалық әдіс мектеп оқушыларына әдеби шығарманы талдау әдістерін, әдеби теориясындағы ұғымдарды, тарихи әдеби процесін, фактілер мен заңдылықтарды меңгеруге көмектеседі. Бұл әдіс мектеп оқушыларының сыни тұрғыдан ойлауын дамытып, білімді өз бетінше меңгеруге үйретеді. Енді жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі, яғни эвристикалық әдіс бойынша оқушылардың ой пікірлерін құбылысты бақылауды, оны талдауға, одан ары қарай жүйелі түрде жетелейтін логикалық айқын сұрақтар жүйесін құруға үйрету. Көркем шығарма мәтінін талдау сыни сипаттағы қорытындылар, неғұрлым жалпылама сипаттағы қорытындыларға әкеледі. Эвристикалық әңгімені құрайтын сұрақтар жүйесі оқушыларды өз бетінше меңгеретін білімге жетеліп қана қоймай, осы білімді меңгерудің жолдары мен әдістерін ашып көрсетуі керек. Көркем шығарма немесе сын мақала мәтіні негізінде тапсырмалар жүйесін құрастыру. Тапсырмалар ауызша немесе жазбаша орындалады. Мұғалімнің немесе оның ұсынысы бойынша оқушылардың мәселе қоюы, дебат өткізу. Деңгейлік тапсырмаларды орындау кезінде қазақ тілі сабағында мәтіннің түрлі деңгейдегі жұмыс үлгісі маңызды. Оқушылар мәтіннің не туралы екенін тақырыпты болжауды сұраудан басталады. Енді бағдарламаның ғылымилығы. Қазақ тілі сабақтарында оқу сауаттылығын ұйымдастырудың белсенді тәсілі тілдік мәтіндермен жұмыс жасау негізінде жүзеге асырылады. Қазақ тілі оқулықтарында оқу сауаттылығы үздіксіз және үзіліссіз мәтіндермен жұмыс істеу негізінде қалыптасады. Бұл мәтіндер ақпараттық бірліктердің арасындағы ерекше байланыстарды қамтитындықтан оқу дағдыларын аздап қажет етеді. Мәтіннің және осы қосылыстарға арналған арнайы формальды көрсеткіштердің, бағандардың аты, кестелер, түс, шрифттердің де маңызы зор. Сондықтан қазақ тілін оқыту әдістемесі дамуының қазіргі кезеңі лингвистикалық ақпаратты беру формасы ретінде диаграммалар мен кестелер негізінде оқу дағдыларын дамыту өзекті болып табылады. Білім беру сабағын жүйелік белсенді тәсіл аясында құрудың негізі принциптерін сақтай отырып, оқушылардың кез келген пән бойынша мәтінмен жұмысы топтық және жеке формалар арқылы құрылады. Топтық жұмысты әртүрлі тәсілдермен модельдеуге болады. Енді бағыттылығы, оқу сауаттылығын дамыту жұмысының аясында ақпараттық коммуникациялық технология ерекше өзекті болып табылады. Бұл ең алдымен әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу, сөздік жұмысында түсіндірме және энциклопедиялық сөздіктер, таныс емес сөздер мен ұғымдарды түсіндіру үшін өзекті болып табылады. Технологияның маңызды артықшылығы көрнекілік, өйткені мектеп жасындағы балалар үшін ақпараттың үлкен бөлігі визуалды жадының көмегімен сіңеді және оған әсер ету оқуда өте маңызды. Бағыттылық жұмыстың оқуды үйретуден оқу үшін оқу дағдыларын меңгеруге дейінгі қалыптасқан жұмыс жүйесі мектеп оқушыларының үздіксіз білім алуға қажет білім берудің екінші сатысында оқу сауаттылығы деңгейіне жетуге ықпал етеді. Сипатталған әдіс тәсілдерді мектеп оқушыларына өз жұмыстарында қолдану нәтижесінде сауатты оқырман, кітап оқуға дағдыланған тұлға болып қалыптасуы негізделген. Енді
жаңартылған білім мазмұны бойынша күтілетін нәтиже қандай? Қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік негізінде сыйластық, бірлескен білімі, мықты қарым-қатынас қабілеті, тәртібі қалыптасқан кеңейтілген дағдыларды меңгерген білім, функционалдық шығармашылық қолдану, сыни ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану, әртүрлі коммуникация түрлерін қолдану, оның ішінде тілдік дағдыларды меңгеру, топта және жеке жұмыс жасау, жұптық жұмыстарды орындай білу, алған білімдерін жинақтап, әртүрлі мәселелерді шешуде қолдану икемдіктерін дамыту. Енді күтілетін нәтижеміз қандай? Оқу сауаттылығын арттыру, шығармашылық жұмыстар жасап үйрену, шығарма, мазмұндама, эссе және презентация жасау, мәтінді терең түсіну, оны талдауға дағдылану, мәтіннің құрылымын және тілдік ерекшеліктеріне назар аудару, оқулықтарды, әдебиеттерді, басқа да ақпарат түрлерін пайдалану, жаңа білімді өз бетінше алу және қолдана білуді үйрену. Оқушылар ең маңызды оқу әрекеттерін семантикалық оқуды меңгеру, мәтіннің құрылымына, тілдік ерекшеліктеріне назар аудару. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.